Біздің қоғамда отбасылық құндылықты сақтау, ана мен баланың құқық қорғау ақсап келе жатыр. Бүгінде өз баласынан безіп, әйелін далаға қаңғытып, барлық жауапкершіліктен басын алып қашатындар көбеймесе азаймай тұрғаны өкінішті. Мен де осындай жауапкершіліктен жұрдай отбасыда өскен қызбын. Ата-анамның, ағамның қылығынан қатты ұялатынмын. Бірақ олар арсыз әрекеті үшін қалай қысылмайтынын түсінбеймін. Ағам 4-ші курсты бітіретін жылы сүйген қызына үйленді. Алғашқында ата-анам қарсы болған, бірақ ағамның пысық, ақылды, сұлу, салмақты қыз, көрсеңіздер ұнатып қаласыздар деген сөзіне тоқтап, батасын берген болатын. Содан қазақтың салты бойынша сырға салып, ақ жеңгеміз ақ босағамыздан атаған. Дүркіретіп тойын да жасап бердік. Ағам мен жеңгем бір топта бірге оқыды. Дипломдарын алған соң ауылға келді. Ағама ауылдағы мектептен жұмыс болмаған соң орталықтағы мектепке орналасты. Ал жеңгеме жұмыс қарастырмадық. Мүмкін келіндік қызметін атқарсын деген болу керек. Жеңгем де жұмыс туралы жақ ашқан жоқ. Келін келіп, анамның қолы ұзарды. Біздің жұмысымыз жеңілдеп, рахаттанып күй кештік. Ағам мен жеңгемнің бір-біріне деген махаббатына қатты қызықтым. Шынымен де, жеңгем өте ақылды, әрі сабырлы еді. Ағамның тентектігіне де, ақымақтығына да, балағаттығына да қарсы келмейтін. Одан қалса, енесінің көңілін табу, қырсық атасының бабын жасау айтарлықтай жұмыс еді. Сыртынан қарап отырып қатты ұялатынмын. Таң атқаннан қас қарайғанша бір тынбайды. Қолғанат болайын деп жанына барсам, анам түрлі сылтау айтып шақырып алатын. Ол да менен 2-3 жас үлкендігі болмаса, әлі бала ғой. Дем алғысы, кино көргісі, сөйлескісі келеді. Мұны түсінетін жан бар ма? Күйеуі де ерте кетіп, кеш келеді. Кейде дүкенге шыққанда жаныма ерітіп аламын. Үйге қажетті заттардан бөлек балмұздақ, тәтті сусын, шемішке аламыз. Жол бойы түрлі тақырыптар сөйлесеміз, сырласамыз, шер тарқатамыз. Мені қайынсіңіз емес, құрбы ретінде көріңіз, ішіңіздегінің бәрін ақтарыңыз. Ешкімге айтпаймын дейтінмін. Жеңгем дүкеннің алыста болғаны қандай жақсы деп күліп қоятын. Бірақ ата-анам, ағам туралы бір ауыз артық әңгіме айтпайды. Шағымданбайды. Әйтпесе, айтатын әңгіме жетеді. Көзіме де көрініп жүр ғой. Жеңгеме қатты бауыр бастым. Ол да мені жанына жақын тартты. Ата-анамыз қонаққа кеткенде үйдің ауысы кеңейіп қалатын еді. Жеңгем де бір мезгіл жатын бөлмесіне барып демалады, оянады, кітап оқиды, ата-анасымен сөйлеседі. Мен де кедергі келтірмеймін деп сыртқа шығып кетемін. Барынша жеңгеме қолдау көрсеткім келеді. Бірақ бұлай жасағаным анама ұнамайтын. Жеңгеңе сырыңды айта берме. Адам аласы ішінде, оның қандай адам екенін білмейсің. Шамалы мінезіңді көрсетіп қой. Ертең сені сыйламайтын болады деп кіжіп қояды. Бірақ анамның сөзіне көңіл бөлмеймін. Жеңгемен қарым-қатынасымды өзгерте алмаймын. Сол жылы жазда мен де Шымкентке оқуға түсіп, қалаға кеттім. Ата-анамнан бұрын жеңгемді қимадым. Ол да көңілі бұзылып, қимай шығарып салды. Алғашқы кезде ай сайын ауылға баратын едім. Күннің салқындауы, ауа райының қолайсыздығы, кейде қар жауып, жолдың жабылуы ауылға бармауға кедергі болды. Оның үстіне сессияның жақындаған уақыты дайындалу керек. Сөйтіп жаңа жылдан соң бірақ бардым. Қысқы демалыстан шыға салысымен ауылға асықтым. Бірақ үйдегі жағдай көңілімді су сепкендей басылды. Ағам мен жеңгемнің арасындағы ыстық сезім, жалындаған махаббат, сүйіспеншілік, сыйластық та деген нәрседен дым да қалмаған. Жеңгемнің аяғы ауыр,
ай күні жетіп отыр. Әрең жүріп, ауыр қимылдайды. Оны аяп жатқан ешкім жоқ. Моншаға бармағанына да 4 айдан асыпты. Үстіндегі жазды халатының өңі өзіп, тозуға жақын. Тырысып, сыймай тұрғаны тағы бар. Ең сорақысы, ағам жеңгеме қол көтеріп ұратын болыпты. Байқауымша, бір емес, бірнеше рет жұдырықтың астына алған көрінеді. Жеңгемнің жұпыны түрін көріп, қатты ашуландым. Ата-анам мен ағамнан неге олай жасағандықтарын сұрасам, араласпай тыныш отыруым керектігін айтты. Ол да адам баласы ғой. Біреудің аялап өсірген қызы, шаңырағының шуағы, бақшасының гүлі ғой. Дүниенің дөңгелек екенін ескерсек, күні ертең мен де біреудің есігінде осылай қорланып жүрсем, қалай болады? Қалай шыдайсыздар? Деп жыларман күй кештім. Басы соққа алмай, сезіне алмасы анық қой. Ағамның мінезі де өзгеріп кеткен. Сондай дөрекі, тәкаппар, сабырсыз. Өз ағамнан өзім жирендім. Жеңгемнің жағдайын шешуге шарасызбын. Ауылдағы 6 күнді әрең өткіздім. Қалаға кеткім келгенін қалай жасырайын? Көңілім құлазып қалаға қайттым. Үйдегілермен де жиі сөйлеспейтін болдым. 2 айдан соң жеңгем босанды. Сол кезде бауырымды көрге бардым. Шаңырағымыздың шаттық сыйлаған сәби ендігі кезде үйдегі адамдарды өзгертіп, жүректерін жібітер деген үмітпен қайтадан қалаға кеттім. Адамдар неге қатыгез? Бірін-бірі жақсы көруге, сыйлауға не кедергі? Анам айналайын десе, жеңгем апалап жүрсе, ағам да бақытты болар еді ғой. Жеңгем жас қой. Ата-анасының жақсы тәрбиесінің арқасында отбасын сақтап қалу үшін үндемей күресіп жүр. Бірақ күндердің күнінде шыдамының да шегі жетеді. Сол кезде жеңгем де бас көтереді. Сонда не болмақ? Ұйыған отбасы ыдырап, екіге айырмай ма? Ортада бала тірі жетім қалып, жұртқа жәу теңдемей ме? Міне мен ағам мен жеңгемнің ажырасып кетуінен қатты қорқамын. Ата-анам ертерек ақылға келіп, ағамның шаңырағының шайқалуына ықпал етпесе екен. Шаттық інім шаңырағымызға шуақ шашып, жүректерді жылытса екен. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.